Сәлеметсіздер ме, балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бүгін біз 21-ден 100-ге дейінгі сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды, екі таңбалы сандардың моделін құруды, разрядтық қосылғыштардың қосындысын құрастыруды қайталайтын боламыз. Балалар, алғашқы тапсырманы орындауды бастайық. Сандарды атаңдар және жазыңдар. 10 ондық дегеніміз қандай сан? Дұрыс. 100 саны. 2 ондық, 3 бірлік қандай санды білдіреді? Иә, 23 санын. Ал 4 ондық 5 бірлік ше? Дұрыс айтасыңдар. 45. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді келесі тапсырманы мұқият тыңдаңдар. Екі таңбалы сандардың моделін бейнелеп көрсет. 12 және 37 сандарының моделін бейнелеп көрсету сендерге қиын болмайды деп ойлаймын. Бізге қазір санау таяқшалары қажет болады. Өздеріңде бар санау таяқшаларын және оларды буып байлайтын жіп немесе резинаны алдарыңа алдыңдар. Оларды пайдаланып 12 және 37 сандарының моделін жасай қойыңдар. Иә, 12 саны 1 ондық 2 бірліктен тұрады. 10 таяқшадан бір бума жасаймыз және оған 2 таяқша қосамыз. 12 санының моделі шығады. Сендер ол модельді таяқшалардан жасадыңдар. Дәл осылай 37 санының моделін өздерің жасап көріңдер. Енді, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Мына өрнектердің мәнін табыңдар. 50 саны мен 2 санының қосындысы нешеге тең? 99 саны мен 9 санының айырмасы қанша болады? 5 саны мен 80 санының қосындысы нешеге тең? 56 саны мен 50 санының айырмасы ше? Қанеке, енді дұрыс жауабын тексеріп көріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма өте қызықты болады. Келесі тапсырма бойынша мына сандарға назар аударайық. Бірінші бағанға бірліктерінің саны бірдей, ал екінші бағанға ондықтарының саны бірдей сандарды жазу қажет. Қандай сандардың бірліктерінің саны бірдей екен? Дұрыс. 23, 53, 13, 63, 93. Бұл сандарда неше бірлік бар? Иә, 3 бірлік. Ал қандай сандардың ондықтарының саны бірдей екен? Дұрыс. 40, 44, 42, 41, 49. Өздеріңнің жазған бағандарыңды тексеріп, қателескендер болса, жөндеп, дұрыс жауаппен салыстыруға болады. Енді, балалар, бұрын алған білімдеріңді пайдаланып, келесі тапсырманы орындап көріңдер. Сандарды моделімен және разрядтық қосылғыштардың қосындысымен сәйкестендіріп сызып қосыңдар. Қандай сандар берілген? Дұрыс айтасыңдар. 45 және 56 сандары берілген. 45 саны разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай жазылады деп ойлайсыңдар? Дұрыс. 40 пен 5-тің қосындысы. Ал
56 саны разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай жазылады деп ойлайсыңдар? Дұрыс, 50 мен 6-ның қосындысы. Енді сандарды модельмен сызып қосыңдар. Балалар, сендер де дәл осылай сыздыңдар деп ойлаймын. Қазір біз қатесін тап деген ойын ойнаймыз. Мына теңдіктердің қайсысы қате жазылған? Қанеке, кім жылдам? 4 ондық 5 бірлік 45 санына тең. Дұрыс па? Әрине, дұрыс. 66 саны 6 ондыққа тең. Дұрыс па? Иә, бұл қате жазылған. Қатені жөндеп көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. 66 саны 6 ондық және 6 бірлікке тең. 77 саны 1 ондық 7 бірлікке тең. Бұл дұрыс па? Иә, қате. Ал қатесін жөндеп көрейік. Дұрыс. 77 саны 7 ондық 7 бірліктен тұрады. Келесі теңдікті оқып көріңдер. 18 саны 1 ондық 8 бірлікке тең. Дұрыс па? Иә, дұрыс айтасыңдар. Соңғы теңдікті оқи қойыңдар. 90 саны 9 бірлікке тең. Дұрыс па? Қате ме? Иә, бұл дұрыс емес, қате жазылған. Қатені түзетейік. Дұрыс. 90 саны 9 ондыққа тең. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Егер де берілген критерий бойынша сабақты меңгерген болсаңдар, құстұмсық белгісін қойыңдар. Екі таңбалы сандарды оқимын, жазамын, салыстыра аламын. Екі таңбалы сандардың моделін құра аламын. Екі таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаза аламын. Балалар, енді өз бетінше орындауға мынадай тапсырмалар беріледі. Кез келген екі таңбалы бір санның моделін құр, оны разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі көріскенше қош сау болыңдар, балалар.